Енді далада ойнап жүрген балаңызды мобильді қосымша арқылы бақылап көре аласыз. Транстелеком компаниясы көп қабатты үйлерде бұлтты бейне бақылау жобасын іске қоспақ. Жүйені жақын арада елордадағы барлық тұрғын үй кешендерінде орнату жоспарланған. Толығырақ келесі бейнематериалда. Қазір барлық сала цифрлы жүйеге көшуде. Соның ішінде қарапайым азаматтардың да талап тілегі ескерусіз қалмайды. Әсіресе Транстелеком жақсы қызметтерін ұсынып бағуда. Айталық компания жақында тағы бір жобаның тұсауын кеспек. Онысы көп қабатты үйлердегі бұлтты бейнебақылау деп аталады. Осы арқылы елордада техникалық мүмкіндігі жақсы тұрғын үй кешендердің барлығында бейнекамералар орнатпақ. Бұл қызмет абоненттерге кіреберістегі және ойын алаңындағы жағдайды мобильді қосымша немесе веб-интерфейс арқылы көруге мүмкіндік береді. Ондағы деректер бір апта сақталады. Транстелеком сегодня стратегически решил. Транстелеком стратегиялық түрде бөлшек сауда бизнесін кеңейтуге шешім қабылдады. Айта кеткім келеді, біздің желідегі осы секторда жүктеме аз. Сондықтан тұтынушы байланыстың сапасын жақсы бағалайды. Біз ірі қалаларда, еліміздің аудандарында қызмет ете бастадық. Жаңа тұрғын үй кешендерін іске қосамыз. Тек сапа ғана емес, көрсетілетін қызметті жақсартуға үлкен қаражат саламыз. Компания телекоммуникация қызметінің де сапасын жыл өткен сайын жетілдіріп келеді. Мысалы, 2019 жылы алғашқылардың бірі болып, OTT жүйесіне негізделген интерактивті телевизияны іске қосты. Осылайша адамдар Транстелеком желісіне тартылған барлық құрылғымен, яғни сүйікті фильмдерін теледидар, ноутбук немесе телефон арқылы қарауға мүмкіндік алды. Одними из первых в Казахстане запустили. Біз бірінші болып Қазақстанда OTT жүйесін іске қостық. Бұл цифрлық форматта елдегі және шетелдегі телеарналарды көруге мүмкіндік береді. Сондай-ақ бағдарламаны мұрағаттауға немесе кері айналдыруға болады. Яғни қолданушыларға өте ыңғайлы. Қазір тұтынушылардың қатары өсіп келеді. Компания жақында елордада жаңа офисын ашты. Сауран 42-де бір мекен жайында орналасқан. Сонда азаматтар барлық қызмет түріне қатысты жауап ала алады. Естеріңізге сала кетейін, Транстелеком компаниясы цифрлы Қазақстан бағдарламасының негізгі қатысушысы. Сол арқылы компания ауылдарда кең жолақты интернет қосу бойынша мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобасын жүзеге асырды. Нәтижесінде мектептер, ауруханалар, әкімдіктер, полиция бекеттері мен басқа да мекемелерді қосқанда 19 мыңға жуық абонент пен 1200-ден астам әлеуметтік нысан жоғары жылдамдықтағы желіге қосылды. Сонымен қатар биыл Нұр-Сұлтаннан Қосшыға дейін талшықты оптикалық байланыс желілерін салу бойынша ауқымды жұмыстар жүргізілді. Арай Сүгірбай, Атамекен бизнес арнасы.